Ендігі ұмыт болған ұлттық асымыздың бірі жүрген. Жүргенге жүргем жолғат деген. Бұл жүргем деген мынау қарын менен қойдың, жаңағы қара малдың тоқ ішегінен жасалады. Өріліп бір екеуі ішек болады, біреуі қарын болады. Қарынды ұзынан ішекпенен бірдей қылып ұзын қылып кесіп аламыз. Сөйтіп бұны өреміз. Бұны осылай қылып жеуге де болады. Бұны қазір табаға майға салып қуырып жіберуге де болады. Пісіріп бір қуырсаң да болады. Бұлай осылайынша жесең де болады. Бұрын енді көбіне балдар ішек қарынға ондай не болмаған ғой. Осы мен жүргем деп балдарға жегізудің жолы. Мынау енді бұл атын мен білмеймін. Шешем осы мына ұлтабар деген мына келіндерге беретін еді. Сосын мынаның ішіне мен ауысқан ішек қарындарды турап, ішіне жүректен қалғандарын турап, осындай қылып пісірдім. Ұлтабарды ішіне салып. Мынау жүргем деген тамағымыз негізгі ұмыт болып жатқан. Кеш қалған кісіге, бір аш болып келген кісіге жүргенге жүргем жолығат деген сияқты сондай бұрыннан қалған сондай сөзіміз бар. Мынау жүргем деген тамағымыз міне. Ішек қарыннан